Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалайсың, жақсысың ба? Не қарап отырсың мен қалтамнан? кілті бар ма? Мен қалтамда қарайсың ба? Не? Кілт папам тұр. Не кілт? Қайда ол? Атаның қалтасында тұр. Мен де өзімді де көрсетіп жіберейінші бүйтіп. Не күн деген тайғақ деп жатыр ғой. Мұз тайғақ, кәдімгі көк тайғақ дейді ана қара. Ана көк тайғақ екен шын. Жаңбыр сіркіреген, жаңбыр жауған. Түнімен жаңбыр жауғанда? Жайлап жүр, жайлап. Деп жүр. Қалай? 20 асықпай жүр. 20 мен қашан жетем бұны? Жетесің ба жүр? Мен негізі жай жүрем, 30 мен 40 пен жүремін негізінде. Былай күн тайғақ болмаған өзінде. Қазір сөйтесің 20 мен жүретін шығармын. Бүгін сабақ нетіп отыр, ерте таратып отыр деймін да? Сабақ болған жоқ дейді, апайлар келе алмай қалған. Бүгін автобус тоқтатып тастапты, көк тайғақ болады. Еще такси жоқ дейді, мұғалім жазады, бара алмайатыр деп. Мә, сол үшін ерте таратып отыр екен, енді олар да түсініп болады. Аяқ астынан ауа райы құбылып тоқтатып тастап отыр. Ол қызым болып қиын. Үлке байқаңдаршы, мына жерден шықпасын, ата да әжесі шықпасын. Мына жерден кәдімгідей көк тайғақ қара, мына үсті жылтырап жатыр. Көрдің бе? Нар. Мұз мына жердің бәрі. Ой, бұл. Күн жылы я еритін шығар енді тұқайда, бірақ қазір ала шықпасын ешкім. Мұз көрдіңдер ма? Бармай ма? Сөйтіп айтып отыр. Апайлар да хабарлайтын шығар. Келмей қойсын деп отыр ма? Мәссаған. Негізі деймін да, сәл көк тайғақ болғанға жаңа автобустар тоқтатып тастап жатыр да енді. Ол автобус енді қоғамдық көлік қой. Ал мына басқа Астанада тіпті 6 ай қыс болатын. Павлодар, Петропавл деген жерлерде, Қазақстан солтүстіктерінде не істеп жатыр екен? Күн көк тайғақ болса, осылай қар жауса, оларда енді 6 ай қыс қой былай қарағанда да. Ол көк тайғақ мысалға ноябрьде, октябрьдің аяғында басталып кетті. Сол жақтан неге тәжірибе алмасқа деймін да, не істеп жатыр екен? Жаза кетсеңіздер, ондай жағдайда қалай болады сіздерде де? Мектепті тоқтатып қоя ма, көліктерді тоқтатып қоя ма, қалай болып жатыр екен? Жазып кетсеңіздер. Неге жер асфальт жылтыраған мұз жайлап келе жатырмын. 20 менен жүріп келе жатырмын, жайлап. Көшеде дым машина жоқ, көрдіңіздер ма? Көк тайғақтың әсері аяқ астынан болғасын осылай болып жатыр ғой енді. Гүлекеңді дүкенге алып келейін деп шығып едім. Гүлекең мына жерден түсе алмаймын деп майысып еркелеп тұр ғой. Келіп қолыңызды беріңіз. Бершеші енді қолыңды енді. Ана тайғақтаймын ғой деп еркелеп. Ой, ал. Бісміллә. Ал жүр. Машина көтеріп отырғызайын ба? А? Керек емес па? Абайлаңыз Гүлеке. Бісміллә. Жайлап. Өзім. Күн тайғақ. Жерде қоян құсап тұрсың, ақ қоян құсап. Еркелеп отыр. Қосек. Аман есен барып келдім дейсің базарға. Дүкенге. Құламай сүрінбей ма? Құламай сүрінбей. Нананды жеп қойын күшті екен. Енді Гүлекең нанды көрсет. Қайсы қалай жеп отырсың көрсетші. Біттің 2 кило қосатын болдың ғой. Қойшыш онда енді. Өзің ана нелер адамдарға айтасың, нан жемендер, бүйтіндер, сөйтіндер. Құттай жүй болады ғой, нан жемей қалуға болмай, жүй ғой құттайдан. Сен құттай емес, асап атқан сияқтысың. Қайсы? Құттай ма тек? Күлке мен енді ана қойларға шөп салып келейін барып. Сен шықпай ама? Сен шықпа, дала тайып қой. Жоқ, сен тайып, жер тайғақ. Жер тайғақ, сен шықпа. Барасың ба не? Онда камерада тұр мен. Жоқ, ойнап айтам, шықпай-ақ қой, өзім барып шөбін салып келейін. Бірінші рет қораға өзім баратырмын деймін бе? Гүлекеңе шықпай-ақ қой деп, шөпті салып нетіп қойық. Кешке жем жейді. Ал мінекей маңырайып тұрға бәрі. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Тайғақта тайып құлап атқан жоқсыңдар ма деп қойын ба? Гүлекең болғанда сөйтіп сұрайтын еді. Сосын сұрап атқаным ба? Так, мені түсіретін адам жоқ енді мына жердегі шөптерді. Алдына қарата беруім керек. Жерге. Гүлеке шөп салып келдім ғой, қойға. Сенсіз салып келдім ғой. Кімді? Шөпті ма? Мені ма? Неге?
Жоқ енді мен молодец бірдеме деп айтпайсың мен. Айтады ма молодец деп? Мана мен сұрамай ақ айтпайсың. Молодецсің. Не yaptın Mayıs есік алдында? Есік алдында босағаға тұрма былай. Ялып қалды күлеген, ялып қалды қазір майысады. Мен жем шығарайын деп жатырмын, майсын етіп. А? Жем шығарып жатырмын далаға. А, малға жем беруге кетіп жатсың ба не? Иә. Сап-сары киіммен. Шықпайсың ба? Жоқ, киім осылай жатырмын. Мен бақылауды алып келейін деп едім досымды. Сұхбаттан шығамаса? Сен өзің түсіре өсейші өзіңнің камераңмен. Қойшы. Қойшы, түсіртсеш. Маған контент керек қой. Мен түсіре алмаймын ғой, малға жем беру үшін де кім түсіреді? Түсіреді ғой, әнжікке түсіреді, арукай түсіреді. Мен веси алдым ғой. Құтты болсын. Ана оны қалай? Мына весімен өзі өлшенейін деп жүр ғой. Үшін мына тонны веси ғой да, тонны көтереді. Күлекең салмаға тоннадан асып кеткен ғой. Мынандай кішкентай весиі бар, мынандай кішкентай весиі. Кішкентай веси 100 килограммдық. 100 килограммнан асып кеткесін деймін. Симей жүр ғой дейсің ғой да? Симей жүргесін болып отыр. Ойнап айтамын не үшін алдың айтшы? Каргосының заттарын өлшеуге. Соған келеді қырғын ертең тоннап зат келеді. Соның бәрін мен өлшеуге. Қосып заряд қылып қазір пока тексеріп қарап жатыр. Құтты болсын көке. Үсті толған зат болсын. Үсті толған тонны зат болсын дейміз ғой. Мен сіз қораға бара бересің бе? Жоқ, сен барып келмеймін. Досын барып келейін. Күлекең бір жерге барып келейік деп сонымен бірге шығып бара жатырмын. Мен шықсам сөйтіп жағаласады ғой енді. Жаңа бақылауды алып келем ба деп баратыр едім негізі. Азар жүріп кетсек кетіп батқан еш? Тоқтайшы, жүгіріп кетсің. Енді тоқтамайсың ба? Десе маған көп ұрысып жатқан жоқсың ба чатта? Байқамай қалып жатқан жоқсың ба Күлеке чатта? Жоқ, ұрысып жатқан жоқ мен. Ұрысқан деген басқа болады. Аптекаға келді. Аптека шығады қазір, мынандай аптека бар. Медикер деген екен аты. Осы жер арзан деп осы жерге келеді. Қоса қоямын ғой. Киім қоспайын ба? Күлеке сен сап-сары киіммен қораға барайын дейсің ба? Жоқ, мен киім. Мына жерде мүйізбен бірге тұр ғой. Мына Қой ма? мүйізбен қойдың мүйізін дейсің ғой. Киім жатыр мен. Давай. Солай бара бермейсің бе? Жоқ. Қуақты. Тек жем бересің деп айтып келесің. Шөбін беріп қойдым мен. Таңертең де мен бердім, кешке де мен бердім. Кешке бердің ба не? Енді жемін бер енді шақайын болмаса. Деп әзілдесіп қоямын ғой Күлекеңнің арасында. Газ қора ашап, жемін беріп берейік, жемін жерде дайындап қойыпты. Тағы да жем берсе, тағы да жем бермадыңыз ба? Жоқ, неде? Үстіне не саламыз ғой, кебек. Кебек? Сонда анау аз болып қалмай, күнде екі шелекпен шығатын едім ғой. Бүгін ана сол жем іште негізі қатқан нелер бар. Соларды қосасың ба? Қоса аламын қазір. Жақсы. Болды ма? Осы жемді алайын ба? Бүгін жай алып қойып отырмыз. Ата бәрін білдірдің ғой сөйлеп. Күлеке, не тағып алғансың басыңа? Шахтерлар ұқсап тұрсың ғой. Бүгін Күлекең деген жай қалды. Күн жайда аздап қараңғы түсіп келе жатыр. Күнде ертерек беретін еді, күн жарықта. Қойларды іздеп жатқан шығар. Маңырады да, жаңа дауыстар шықты. Тауықтарға берілді ма жем? Тауықтарға жем берілді ма? Давай енді тездет енді. Тездет. Қайда салам? Мен қолымда камера бар ғой, Күлеке, сен өзің дым жасама дедің, тек камераны ұстасаң болды дедің. Екі табаққа бөлесің бе? Бақылық келе жатыр мінекей. Бақылық көмектеседі қазір саған. Жөтен бақылық құлап қалма, жер мұз болып жатыр, көрдің ме? Жылтырап. Жалтырап жатыр жер деген. Не болды? Баспалдақтан әрең түстің мен жерден, жаңа естің алдында неден. Байқандар яғына, кафелдің үсті жылтырақ. Жөтен, Күлеке, тез енді, тез. Ата, сен не жүгіріп кетсің? Жат дем үйден шықпа. Жұқа үстінде киім жоқ, ат шыққан далаға. Шапшын аудару ғой. Аударады, жасайды ғой бәрін өзі. Соны айтып кетсің ба? Әкешімай. Жасайды ғой, жасаймыз ғой. Кетіп батқаншыз қайтады. Кәтсің ба, келшеш енді. Күлеке. Күлеке қайтады ғой бәрін. Ақылық. Екінші табақты алып жүр. Үстіңді бүлдір олма, үстіңе тегіз олма. Не алып жүрейін бе? Қораның ішінде балшық бар. Балшық пе саған табақты алып жүрші? Жоқ, алып жүр.
тоқтай табақ қой жеңіл. Үстіңе бір тигіз olmaya ма теге? Давай, жүр. Гүлекең жан дауыс шығып отыр мына жақта. Талап кетіп болдым мен. Басында неге күшті екен бас киімі. Орамал с фонариком ба басындағы? Нен қой қайда, нен қой. 1000 теңгенің қой қайда, мінеки 1000 теңгенің қой. Ал мына қой 1000 теңге достар, жазыңыздар қалай алуға болатыны қызық болса. Енді істейміз, су бересің бе? Суды ішті бана ата берді. Мына суды енді төгіп тастайық та, ана жаққа апарып. Иә, қазір ішіп отырсыз тағы да шетін. Ой, болған сияқты. Иә, өзі шөп себеш, ертең болса қатып қалады. Қатып қалады, мұз болып қалады қайда, түші. Шөп салдым дедің ғой. Шөпті мен салдым оны, мә жеп тастап те мына тосты. Шөп па? Иә. Мына қыттай береді жақын. Талай шөп салып едім негізі. Қайдан салдың сен? Ана ар жақтан жоғарыдан алып салдым ғой. Сен жоғарыдан алдың, аларды салу керек. Оларды дейтін былай қарата шығарғандарым ғой. Араластырып бере бересің ғой айттым. Мына суды мен төгіп тастайын да, болған шығар да ішіп та. Мұздай шығар енді іше алмайды да бұны. Жаққа барып төгіп тастайын помайға. Неке осылай шелекті босатып қоймасақ түнде қатып қалады мұз болып. Шықты ма Гүлекең? Шықшы жүр. Мен болған жоқсың ба не? Қорада жүресің ба? Эфирге жоқ. Бүгін кірмейміз. Мына неге прямо тиктоктан ба? Жоқ, кірмейміз бүгін. Мана шықтық қой бүгін. Ютубқа көреміз қазір. Жүр Гүлеке болды. Шаршап қалмас, тоңып қаласыз, жұқа шықтың. Атынан жей бере ма? Табақ. Жауып шықпаймыз ба деймін. Қайсысы? Ішке кіргізіп. Қой кіргізбейді, солай шықтырады. Біздер кіреді ғой, Точно? Сөйтіп жүрген жоқсың, күнде жасап жүрген жұмысыңды ұмытып қалдың ба не? Жоқ, ана қорқытқан ма салқын болған. Сен мына орамалыңа қызып қайта-қайта түсіріп тұрмын да. Неге? Басында орамал с фонариком. Мыяқта қарап келейін, тамақ табармын. Ой, алдабай жүр. Түсіретін оператор бар, рахат. Менді өстіп түсіріп жүретін бір адам керек негізі. Өзіме бір блог ашайын деп едім. Жандарым менің, қалайсыңдар? Жып-жылы үйеде жатырсыңдар. Жандарың кімдер? Тауықтар ма? Әтештер ма? Бәрі де жандарым ғой, менің мысық бар. Не болды, жоқ па жұмыртқа? Жоқ. Дым жоқ екен. Ал достар, біздің каналымызды қолдап, қолпаштап, өйстіп лайктарыңызды басып, таратып отырыңыздар. Рахмет бәріңізге. Тігедің, мәсі, Гүлекең тұрып алып тек телефон шықи береді екенсің. Давай шай ішейік енді. Мен заттарын қарауыңыз. Әлі тамақ ішкен жоқпыз, өзін ішкен жоқпыз әлі. Қорадан келгенді білем енді, көп жұмыс жасағанды білем енді. Сөйлемей қалған емессің ба? Нормально бәрі, бәрі жақсы ғой да. Гүлеке, мен ғой келіп тұрған. Бұл естің? Гүлекең тамағын ішіп болып тұрып кетіп бай жатыр едім. Рахмет деп отырмын. Рахметті видеомен айт бәрі бүгінше. Гүлеке, рахмет. Кешкі асыңызға рахмет. Көп жасан ақыт болып. Алғыздысың ғой сен. Сапсары балапандар ұқсап жүрсің ғой. Бақалап деген досым. Күнде қарыз ашады ғой. Неге ішпеді тамақты? Неге? Қой. Мәссаған.